Қыстың қамын жаз ойла демекші, осы мақалды жақсы ұстанатындардың бірі менмін. Сол себепті қысқа дайындықты жаздың күнінен бастаймын. Бәріңізге сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын қытырлақ тұздалған қиярлардың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецепт менің практикамнан әбден өткен рецепттердің бірі. Сол себепті қорықпай жасап көре берсеңіздер болады. Рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен қиярларымызды жуып тазалап аламыз да, екі ұшын кесіп, осылай көлемді ыдысқа салып дайындап алатын боламыз. Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, мендегі қиярлардың формасы әртүрлі, себебі оны мен өзімнің бау-бақшамда күтіп баптаған болатынмын, ешқандай дәрі химикат желінбеген. Қиярдың бұндай түрлерін кез келген базардан табуға болады. Жылыжайдікінен онша шықпай қалуы мүмкін, кейде атылып кетуі де мүмкін. Қиярлардың үстіне біркелкі етіп тұз салатын боламыз. Мен 3 ас қасық тұз салдым. Су құйып, кем дегенде 1 сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Мұндағы құйған суларыңыз жылы болмауы қажет, орташа салқындықта немесе салқын болуы қажет. Керекті заттарын алдын ала дайындап алдым. 40 қабатты бетіне бастыратын боламын. Осылай үлкен етіп турап алдым. Болгар бұрышы қажет болады. Укроптың мен балғын түрін пайдаландым. Сіздер кепкен түрін пайдалана берсеңіздер де болады. Және сарымсақ қажет болады. Бұл жерде шекер және тұз қажет болады. Түйір қара бұрыш, мен қара бұрыштарды осылай сақтаймын. Және лавр жапырақтары қажет болады. Банкілеріміз бен қақпақтарын жақсылап стерилдеп алатын боламыз. Бұл өте маңызды. Банканың атылмауы ол стерилдеуге байланысты болып келеді. Ең алдымен аскөкті және сарымсақты салып аламыз. Онан кейін тазаланған болгар бұрыштарын салып алатын боламыз. Үстіне қиярларды саламыз. Қиярларды орынды экономдап, бір-біріне нығыздап салудың қажеті жоқ. Ішінде емін-еркін айналып жүргені дұрыс болады. Себебі үстіне ыстық су құйылған кезде езілген орны босап кетуі мүмкін. Дәл видеодағындай емін-еркін қылып салатын боламыз. Мен үстіңгі бөлігін ашық қалдыратын боламын, себебі 40 қабат салатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты 40 қабат салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Мына жерде сіздерге салынған қиярларды жақындатып көрсетіп жатырмын. Дәл осылай болып салынуы қажет. Бір-біріне нығыздаудың керегі жоқ, қайталап айтам. Дайын болған банкаларымыздың үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суды газдан алмаймыз, сол күйінде құятын боламыз. Қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар, күйіп қалмаңыздар. Бұл бірінші этап. Ешқандай дәмдеуіштер салмаймыз, тек сақырлап қайнап тұрған ыстық суды банканың ішіне құйып, 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Осы 20 минуттың ішінде 40 қабаттың да қиярдың да түстері өзгеретін болады. Стерилденген қақпақтарды жай ғана осылай жауып қоя салыңыздар. 20 минут өткеннен кейін осы ішіндегі суын қайнатқан ыдысыңызға қайтадан құйып алатын боласыз. Мен сияқты осылай үлкен көлемді ыдысқа қайнатсаңыз, уақытыңызды үнемдейсіз. Ыдыстағы суды қайтадан отқа қоя салыңыз, ол қайнауы қажет. Енді екінші кезеңінде осылай дәмдеуіштерін салып алатын боламыз. Түйір қара бұрышты саламыз бірінші. Лавр жапырақтарын саламыз. Қуыстарына осылай тығып жіберсеңіздер болады. Банканы жапқан кезде кедергі жасамайтын болады. Бұл процесте ең маңызды жері бұл уксус. Менде 70% уксус. Мен 2 литрлікке 1 ас қасық құятын боламын. Өйткені бірге бір құйсам қатты ащы болып кетеді. Ол көп адамға ұнай бермейді екен. 2 литрлікке 2 таблетка аспирин салатын боламын. 1 литр жапсаңыз біреу, 2 литр жапсаңыз екеу, 3 литр жапсаңыз 3 аспирин салуды кеңес етемін. Енді тұзын саламыз. 2 литрлік банкаге 2 ас қасық тұз саламыз. Банкаңыздың көлеміне байланысты пропорциясын азайтып, көбейтіп отырсаңыз болады. 1 ас қасықтан шекер салып шығатын боламын. Шекер бізге қиярларымыздың қытырлақ болып шығуына септігін тигізетін болады. Бағанағы отқа қойған суымыз сақырлап қайнағаннан кейін оттан алмай, осылай құйып шығатын боламыз. Екінші қайтара. Мұқият болыңыздар, қауіпсіздік ережесін сақтаныңыздар, күйіп қалмаңыздар. Біркелкі етіп суларын құйып алғаннан кейін қақпақтарын жауып бекітетін боламыз. Тозығы жеткен ескі қақпақтарды қолданбаңыздар. Лажы болса, ерінбесеңіз, осындай бір реттік қақпақтарды қолданғаныңыз дұрыс. Мінекейіңіз, менің қиярларым осылай дайын болды. Енді бұны бір тәулікке жылы жерге жіберетін боламын, яғни көрпенің арасына орап қойсаңыздар да болады. Бұл бірденнен басып шығарылғаннан кейін түсірілген видео болатын. Бір тәулік өткеннен кейін бұның түсі өзгеретін болады. Егер де сіздерге жасалу жолы ұнап жатса, менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Барлығыңызға ас болсын.